Саламатсыздар ма? Бауырдың котлетін жасауға мінекей мынаған қазір өткізіп аламын. Бауырлар 500 граммдай алдым. 1 жұмыртқа, 4-5 бас чеснок, 1 морков, сосын 1-2 жуа жарайды. Морков пен жуаны қуырып алып, сковородкаға кішкене шемішкі майға солай суытып қосуларыңызға да болады. Болмаса ішіне бірге тартып жіберулеріңізге де болады. Қуырып қосқан дәмдірек болады морков пен жуаны. Манный қосамыз сосын. Егер 1 килограмм көп бауыр алсаңыз 4-5 қасық, мен жарты килограмм 2-3 қасық манный қосып жіберемін. Мінекей бауырды мына неден өткізіп жіберіп жатырмын. Мен жуаны, морковты бәрін ішіне қосып жіберіп өткізіп жатырмын. Мясорубкадан да солай өткізуіңізге болады. Болмаса жуамен жаңа морков қуырып алғанда дәмді болады дейді. 2 ас қасық майонез салу керек. Сосын 4-5 бас чеснок и 1 жұмыртқа. 2-3 қасық манный. Мінекей, мен майонез қоспадым, майонездің орнына сүт қосып жібердім. И сосын жарты шай қасықтай тұз салдым. Негізі майонез қосқан дәмді болады дейді, 2 қасық, ас қасық. Мен сүт қосқанды жөн көрдім. Енді мына манныйлар ішіндегі көмпиіп шамалы не істесін, сіңсін. Манныйға ұн жоқ бұның ішіне, манныйға сүт. Соны бір кішкентай 15 минуттай қоя тұрайын. Әлгі морковтарды жаңағы не дұрыс ұнтамапты, мынадай блендер, мынадай. Сондықтан мясорубка жақсау деймін. Болмаса жаңағы морков пен жуаны шығырып алғаныңыз, қуырып майға сосын суытып салғаныңыз жақсырақ болады, жұмсақ болып ішінде. Мен көрдім, бауырларды ұсақ қылып турап қуырып атқандарды да олай да дәмді болады. Сондықтан бұл вариантты да көріп көреміз. Мінекей майға 1 қасықтан котлетін салып атым. Бір қолмен істесең қиын. 1 қасықтан. Мен сияқты ютуберлерге штатив сатып алу керек қой. Еще май атылып жатыр. Все, осылай қуып шығам мен. Мінекей. Бауырды бұлғаймыз жақсылап. Сосын андай қылып қуып шығамыз. Және морков мен біреулер картоп қосқанын көрдім. Мен ондай мына рецептте ол жоқ. Бұда манный бар, ұнда жоқ. Морков, жуа, чеснок. Сосын 2 қасық майонез айырмашылығы екен. Мен оған бірақ сүт қостым, майонез емес. Балам жылап жатыр. Екінші бетін қазір аударам. Бауырдың қатты кеткені жақсы емес. Тез-тез қатырмай алғанымыз жақсы. Котлет прям сочный болып шығады ғой мынадан. Мына видео қараңғы болып кетті, түнде дұрыс көрсетпей жатыр. Мен уже мына жақта жеп үлгеріп жатырмын. И ана жақта бала жылап жатыр. В общем, керемет рецепт. Жасаңыздар, өкінбейсіздер. Тек бауырды мясорубкадан тартқандарыңыз жақсы шығар, менікіндей ірі болып қалмау үшін.